Жұлдыз, 10 жылдан аса сен ата-енемен бірге тұрдың. Менің сұрағым, Гүлзира ханым саған қандай тәрбие берді? Жалпы атам да енем де маған тәрбие берген. Қарап тұрсаңыздар, мен қазір бұйырса бір айдан кейін 38-ге толам. Мен бұл әулетке енемнің жасы 38-інде келген. Мен қазіргі 38-інде. Сосын сұрақ қоямын өзіме. Ал сен дайынсың ба? Жалпы ене болуға. Сол кезеңмен, қазір сол кісінің 38 жасымен, қазір өзім салыстырған кезде, мен дайын емеспін. Ойлай беріңіздер, жас кезінде ене атанды. Біз бірге, қалай айтсам, біз бірге, ол ене болып, мен келін болып деген сияқты бір-бірімізді жаңа қолдап отырдық. Бір қасиеті қатты бойыма өтті десем артық айтпаймын. Неге десеңіз, ол кісіні былай ене болып, өйт, сөйт, бүйт, ананы бүйтпе, ананы сөйтпе деп отырып алып, нұқып отырған жоқ. Керісінше, енді жас қой, өзі істеп, ілесіп жүретін. Өзінің іс-әрекетімен көрсетті маған. Бұлай жасау керек деген нәрсені, бүйтпе, сөйтпе емес, слай жасау керек. Слай деп, өзі жасап жүре, айтып жүрді. Меніңше солай келінге сіңеді, солай өтеді. Өтімдірек. Нежели чем сидеть, анау приказы беріп отырғанша, я. С любовью, да, на это делала? Қонақ шақырғанда. Қонақ бізде мүлдем үзілмейтін. Күнде. Жазда бізге ауылдан туған туыстар келетін, үйде жататын. Жалпы негізі ата-енемнен алған тәрбием, ол кісілердің бергені шын көңілдермен, шын ниеттермен осы екеу адам болып кетсін деген сияқты. Енді өмірге баулды. Бір нәрсе айта кеткім келеді осы тұста. Маған балық емес, қармақ берді ол кісілер. Мен енді ол кезде бәлкім түсінбеуім мүмкін. Ал қазір ойлана отырып, мен осы шешімге келдім. Неге десеңіздер, кез келген ситуациядан неге мен шығып кетемін? Өйткені сол кісілер маған мүмкіндік берді. Қармақ берген кезінде балықты өзің аулап жей аласың. Және ол балықты ұстап қалу да сенің қолыңнан келе ме, келмей ме? Сонда да мәселе. Сондықтан мен өкінбеймін, сол кезеңде келгенім үшін, сол кезеңде тәрбие алғаным үшін ешқандай өкінбеймін. Керісінше рахмет айтамын, өте қатты ризамын. Дәл қазір деп отырып, ата-енеме алғысымды айтқым келеді. Қазіргі таңда оның маған пайдасы өте үлкен. Гүлзира ханымға жақпай қалды деген бір сөздер шықты. Тағы өзіңнің туып алған қызың болмағаннан кейін енді түсірулер ақтен. Ал Жұлдыз, сізге келін болып келген кезде неше жаста болды? Жұлдыз 19-да болды, Қайрат 18-де болды. Неге анау жоқ тойда, неге мынау жоқ? Келем деген адам келеді, мен ешкімнің келеусін итермеймін. Жаңағы мама, той болып жатыр ғой үйде, көмек керек па қандай? Мінекей деп, ол баста жібекке тиісті ғой. Енді Индираға тиісіп қажет жоқ сияқты. Сол сөз естім да, сол үйде мен таңға дейін жылап шықтым. Папа, таза ред флагсыз, е сіз? Папа? Таза ред флагсыз, е? Ред флаг дегеніміз жағын тұрып кеткізбейді ғой, көрінше. Бәріне қатты ғой, анда бармайсың, ашпайсың. Құдай өсе көп берсін, дастарханның берекесін берсін. Ред флагтар жасайын. Әумин.